Біреудікін көшіріп алу оңай шаруа. Ал ол қанша еңбекпен жасалған. Автордың кім екенін бәрі білсін. Контент. Үйің не көлігің секілді өз меншігің. Айтыр, бұл менікі ғой. Енді ол мемлекеттің қорғауында. Қазақстанның конституциясында нақты жазылғандай, сөз еркіндігіне, ғылыми, техникалық, көркем шығармашылық еркіндігіне кепілдік беріледі. Болашақ, интеллектуалды идеялар заманы. Конституция авторлық құқықтың қорғалуына кепілдік береді. Мемлекет жаңа идеяларды басқа біреудің иеленуіне жол бермейді. Еңбегің ұрланды ма? Үнсіз қалма. Сен жүгініп, құқығыңды қорғайтын мемлекеттің заңы бар. Сенің идеяларың құнды. Ол елдің дамуына, мемлекеттің көркеуіне қызмет етеді. Идеялар мен ойлардың, шығармашылық еңбектің нәтижесі әрқашан Конституция қорғауында. Бүгін өз контентіңді қорғай отырып, қоғамда шығармашылық пен еңбекке деген құрмет мәдениетін қалыптастырасың. Бұл заң мен тәртіп қағидатының іс жүзіндегі көрінісі.